өзіңді күштеп, кешегі бір алдыңғы бір екі уағыздың несімен таң намазын қалдырма деген уағыздың күшімен барасың. Ана уағыздың күші қайтқан күні сен анау жел шыққан камера сияқтысың да бүйтіп. Сондықтан адамға ілім керек. Ілімі бар адам әрқашан іште дамиды. Күнде дамиды ол. Ал енді ол ілім алмаған тек уағыз тыңдап жүрген адам, ол ана сотканың батареясы сияқты. Зарядқа қоймасаң отырып қалады. Ана тоққа қыстасын, зарядта боласың, күні бойы жүресің. Сол сияқты. Ана бір ұстаздың уағызын тыңдайсың, о, керемет, жәннат туралы айтты, тозақ туралы айтты, машалла, тараух туралы айтты дейсің да, жүресің, ана батареясы сөнгенмен сен де сөнесің. А сен ілім алатын болсаң, кітап оқитын болсаң, соның түсінігіне ұмтылатын. Мысалы, сен бүгін тарауыққа келдің бе, қай параны оқыды? Екінші, үшінші параны оқыды. Ол параларда не айтылған? Сен Халифа Алтайды аш, оқы. Не айтылып жатыр? Ертеңінде айт, мына жерде мындай нәрсе айтылыпты, мен түсінбедім. Яхди майяша ва юдуллу майяша дейді. Құран дейді, Бақара сүресінде келеді. Біреулерді тура жолға бастайды дейді, біреулерді адастырады дейді. Бұны қалай түсінесіздер? Құран не үшін түсті? Құран не үшін түсті? Анау әртүрлі қылып шығарып, сөреге қойып қою үшін шықты ма? Адамды хидаятқа бастау үшін түсті. Адамды зұлымдықтан хидаятқа шығару үшін түсті. А онда Құранда неге айтып жатыр? Бұл Құран біреулерді адастырады, біреулерді тура жолға салады дейді. Міне ілім алып, ақиқатты білген адамды Құран тура жолға салады. А сауатсыз адам болса, өз бетімен Құранды түсінетін болса, ол адасады деген сөз. Сондықтан сен қара, кел. Имам, бүгін кеше сіздер 3-ші параны оқыдыңыздар. Жартысы Бақара сүресі, аяқ жағы Әл-Ғимран сүресі. Осы арада осындай аят кепті. Бұл нені білдіреді? Алла не айтқысы кеп жатыр? Міне адамның өз ішінде жан дүниесінің күрес басталады. Ізденіс басталады. Ол ана уағыз тыңдаған сияқты емес. Уағыз тыңдау керек ол. Бірақ уағызға әдеттеніп қалмау керек. Қазір осы уағыз тыңдап алсың, тағы біреу кесе екен деп жүресің да. Кемесе босап, анау желің шығып жүресің. Сондықтан адам ілімге ұмтылу керек. Алла бізді жаратқаннан кейін бізге ненің қажет екендігін біледі. Сондықтан не деп жатыр? Иқра, оқы деді. Ал енді ол оқу әртүрлі болады. Бірақ біз Құдай үшін оқуымыз керек. Бисми роббикаллази хала. Сен Халифа Алтайды оқыдың ба? Сен біреуді оқыту үшін, үйрету үшін емес, өзіңді туралау үшін. Өзіңнің сауатыңды ашу үшін, Құдай үшін болу керек. Міне, иқра бисми роббикаллази хала. Сондықтан ғалымдар айтады, сен кез келген нәрседе Құдай үшін оқы. Ой, бәленшек мықты екен, ой, уағызды күшті айтады екен, деген машалла деп айтсын, шейх бопты деп, шейх деп айтсын деп айтатын болсан, ол ілім емес. Ол ілім емес. Сондықтан қиямет күнде 3 түрлі адамды айтты пайғамбарымыз тозаққа кіретін. Соның біріншісі ілім алған адам, ғалым шақырады, сен тозаққа кетесің дейді. Я Раббым, мен сен үшін ілім алдым ғой дейді. Сонда Алла тағала айтады, жоқ дейді. Сен адамдар мені шейх деп танысын деп, ой бір оқымысты екен деп айтсын дедім дейді. Адамдар сені солай таныды дейді. Сенің әрбір ісің мен үшін болған жоқ. Енді сенің барар жерің тозақ дейді. Екінші шахид адам. Раббым, мен сен үшін шахид болмадым ба? Мен қалай тозаққа барам? Жоқ дейді. Сен адамдар батыр деп айтты. Ойбай біреу Сирияға барып шахид болыпты. Ойбай ана Шешенстанға барып шахид болыпты деп айтсын деді. Сенің ниетің сол болды. Адамдар сені сол айтты. Ютубтан көрді. Ойбай ана брат Сирияға барып өліпті. Күліп жатыпты. Адамдар солай таныды. Сен Құдай үшін өлген жоқсың.
Үшіншісі, Алла жолында мал сарып қылған адам. Яғни мешіт салған адам, мектеп медресе салған адам. Алла жолында садақа қылған адам. Я Раббым, мен сен үшін садақа қылдым Алла жолында. Мен қалай тозаққа барғым жоқ дейді. Сен адамдар жомарт деп айтсын деді. Сен адамдар жомарт деп тан. Машалла, мына Серғазы ағамыз қандай керемет. Бәлен мешіт салды. 2 медресе салды. 100 қари шығарды. Сенің мақсатың сол болды. Адамдар солай танысын деп. Сен солай таның, енді сен тозаққысың дейді. Бұл бір дейді. Ал екіншісі дейді. Иқра бисми раббикаллази халақ. Яғни әрбір адамның ізденген ілімі оған Құдайды таныту керек дейді. Физиксің ғой. Зертте. Шариғатта рұқсат. Зерттеп дегенде соның сен физика саған Құдайды таныту керек дейді. Сонда сен ол ілімнің пайдасын көресің дейді. Сен осыншама физиканы зерттеп, соны жаратып тұрған адамды танымасаң, сенің ілімің ақыретте бір тиын. Медик, врач. Ол соны зерттеп оқу керек. Оқуымыз керек медицинанда. Бірақ сол нәрсе бізге ақыл соңында Құдайды таныту керек. Сен ана адамның ішін ашасың. Сол организмді жүргізіп тұрған, ана жүректі қақтырып тұрған, адамдар жасай алмай жатқан ана қан қайдан шығып отыр? Адам қан ішіп отыр ма? Жоқ. Біз асқазанға тамақ жейміз, содан определенный қан бөлінеді адам бойына. Қараңыздар. Ол да сол ізденген ілімі, егер сол осынша адамның анатомияны зерттеп, ақыр соңында Құдайды таныса, оның ілімі өзіне пайда береді. Ал танымаса, ілімі бір тиын ақыретте. Егер иман келтірген болса, сауабын алады, адамдарға пайдасы тиген үшін. Астронавт. Ол да мына зерттеу керек, мұсылман білу керек. Бұның барлығы тартылыс күштері, мына жердің барлығы, мына ислам ғұламалар ашқан, алгебра бәрі. Сондықтан сен оны астрономиямен зерттеп, ақыр соңында соны жаратып тұрған Құдайды танымасаң, ол сенің іліміңнен не пайда? Сондықтан әрбір адам бір ілімге бет бұрғанда, сол ілімнен ол Құдайды тану керек. Ал егер біздің алған іліміміз бізге Құдайды таныта алмаса, ол ешкімге керек емес. Құдайберді ақсақал ағамыз қазір бір анау қайран бір 25 десе Құран жаттар едім деп армандауы мүмкін да. Шіркін-ай деп жаңағы. Біздің адамдар бар. Шіркін біздің заманда ондай болған жоқ дейді. Әйтпесе медресе оқыр едім дейді. Сондықтан мына отырған жастар ілімге ұмтылуымыз керек. Ол шарт емес университетке түсу. Ұстаздар бар, имамдар бар, дәріс алу керек. Облыста дәрістер болып жатыр. Мешітке келіңіздер, қатысып ілім алып алу керек. Қай жерде қандай дәрістер болып отыр? Анау интернетке кіріп кетпеңдер. Сотканы ашып ал. Адасып кетесің. Пайғамбарымыз не деді? Әл-ғилм нұр деді. Ілім деген нұр деді ол. Ол интернетте емес, Гуглде емес ол. Сондықтан ол жергілікті имамдар бар, ұстаздар бар, соларға жолға қандай кітап оқуым керек, нені оқуым керек. Міне осыменен адамның ілімі дамиды. Қазақта бір мақал бар. Соқыр тауыққа бәрі бидай дейді. Ондай болмау керек. Алла субхана тағала Құранда айтады, Алла ілім де озат болғандардың дәрежесін көтереді дейді. Сіз қалай ілімге ұмтыласыз, Алла сіздің дәрежеңізді көтереді. Міне бүгінгі таңда да біздің жастарымыздың мынау кешегі Ақтөбеде болған жағдайда сол ілімсіздік қана. Ұстаз жоқ адамның ұстазы шайтан деген. Не үшін айтты оны? Өйткені ол көрінгенді тыңдайды, көлденең көк аттыны. Соны ақиқат деп ұғады. Сондықтан біз адам бірінші өзіне негізгі база, мынау дәстүрлі исламымыздың әхлі сүннет ол жамағат сенімін жақсылап сіңіріп алу керек. Содан кейін барып анализ жасай алады.
Сен қазір анау бір сиырдың қанын алып, бруцеллез бе, бруцеллез емес білесің ба? Білмейсің сен. Оның маманы бар. Аусыл болып тұрма болған жоқ па? Білесің ба сен оны? Білмейсің. Кім біледі оны? Соның мамандары біледі. Сол сияқты дінде сондай нәрсе. Құранның өз мамандары бар, хадистің өз мамандары бар, тәпсірдің өз мамандары бар. Сондықтан құрметті бауырлар, міне ілім алуымыз керек. Осы бүгінгі таңдағы мұсылманның осындай деңгейге жетуі ол ілімсіздігі, сауатсыздығы. Және Рүстем ағамыз қандай ғибратты сөз айтты. Бабаларымыздың сол уайымда қанжылып кеткені осы халқым сауатсыз болып қалмас екен дегені. Әні осы отырған әр қайсымыз сауатты болсақ, біз көлделен көк аттыға алдырмаймыз. Ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетпейміз. Сол кетіп атқан жастарымыздың барлығы сол сауатсыздық, ілімсіздік. Біреулер бар ма? Мен Иеговаға келіп ақиқатты таптым дейді. Ақиқат деген не? Бірінші біліп алсай сен. Көрдің бе? Оған анау ақиқат болып тұр да. Ертең біреу ана хрещіне қарайды, оған ақиқат сол болып көрінеді. Біреу салафизмге кіреді, ақиқат сол болып көрінеді. Біреу таблиғқа кіреді, ақиқат сол болып көрінеді. Сондықтан адам бірінші жақсылап оқу керек. Құдайға шүкір, қара шаңырағымыз, діни басқармамыз бар. Соған қарасты Нұр Мүбарак университеті бар. Маңдайымызға біткен. Ондай университет жоқ Есенгі көлемінде. 9 медресеміз бар, колледжге айналып атқан. Оған әр облыстағы сауат ашу курстан, мешіттің жанындағы дәріс беру, дәрісханаларды қосатын болсаң, ертең Құдайдың алдында ешкім үзір айта алмайды. Сондықтан міне қараңыздар, осындай уақытты пайдаланып, міне жас шағымызда ілім алып алу керек.